Армысың қазақ елі, бүгінгі біздің дереккөз шығарылымы қазақ тіліне тікелей байланысты болады. Өздеріңіздің білулеріңізше, Қазақстандағы қазақ тілінің жағдайы өте нашар десек болады. Соны түзету үшін біздің елімізде көптеген қазақ тілін үйрету және сөйлеу клубтары ашылып жатыр. Бірақ олардың көбісінің кемшілігі бар. Оларға қатысу үшін қаражат керек, яғни олар тегін емес. Бірақ мен жақында тапқан бір клуб Батылбол деп аталады. Оған қатысу тегін екен. Және ең қызығы, ол клубтың негізін қалаушы Алексей Скалозубов деген орыс жігіт екен. Мен үшін бұл өте қызық, әрі қызықты жағдай болып көрінеді. Сондықтан бұны келіп өзім көрейін деп және сіздерге көрсетейін деп осы жер өтетін КИМЭП университетіне келіп отырмын. Ал барып қарайық. Қалыңыз қалай, Алексей? Бәрі жақсы, рахмет. Сіздің қалыңыз қалай? Жақсы. Қызық екен. Есімім Алексей, тегім Скалозубов. Мен негізгі Ақмола облысынанмын. Ана жерде бір кішкентай қала бар, Есіл аталады. Сол мектептен кейін мен Қостанай қаласында көштім. Ана жерде мен 6 жыл бойы оқыдым. Содан кейін мен Алматыға көштім. Алматыға көшкенімде мен бірінші рет өмірімде қазақша сөйлей бастадым. Бірақ менде таныстарым болған жоқ, ешкіммен қазақша сөйлей алмадым и ешқандай спикинг клубты таппадым. И менің қазақ тілінің спикинг клубқа барғым келді. И бір жыл бұрын менде көп подписчиктер пайда болды. Сол мен шештім, менде ресурстарым бар. Сол мен өзім сондай сөйлеу клубын аша аламын. Осы жерде біздің бірінші рет келген адамдар отырады. Олар ешқашан қазақ тілін үйренбеді. Сол үшін олар үшін біз басқа тобымызды аштық. И олармен бүгін біздің күшті сүйікті еріктіміз Абылай айналысады. Сонда бұның барлығын сіздер тегін жасап жатсыздар ма? Ешқандай ақша бөлінбейді? Бір жыл бойы Абылай бізге көмектеседі. Менде онда сұрақ туындап тұр. Сіз жалақы алмайсыз, сіз де жалақы алмайсыз. Ешкім ақша бөліп жатқан жоқ. Не үшін бұның бәрі сонда? Маған қазақ тілін қатты жақынырақ айтсыз, естісін көрермендер. Мен өзім ұлтжанды адаммын, қазақ тілі қатты ұнайды мысалға. Одан кейін қалай айтсам болады, тағы да басқа ұлттан өзіміздің қазақты білмеген адамдарға өз ана тілімді үйрету маған өте қалай да бір ермек сияқты болды. Мысалға сен аузыңа қарап қазақ тілі қандай болады деп сұрақ қойған кезде өзім жақсы сезінемін, шын айтамын. Одан қазақ тілінің қалай айтсам болады, қаш деген біз саясат болды ғой да, қазақ тілі енді қазір көтеріліп жатыр. Сол Қазақстанда бүкіл ел қазақ тілін сөйлесе, сол менің үлкен арманым. Сәлеметсіздер ме? Нұрқожа ханым. Сіз де еріктісіз, сонда? Иә. Ешқандай жалақысыз, тегін өз еркіңізбен көмектесіп жүрсіз, Иә, өйткені біз Алексеймен басқа клубта кездестік. Өзі ұйымдастырды, мен тек қана көмектесуге келемін. Осында өте жақсы адамдар, сол үшін келіп жатырмын, оларды жақсы көремін. Сіздің негізгі мотивацияңыз қандай? Жалпы бұны не үшін айналысып жүрсіз? Менің ойымша, әр адам егер бос уақыт болса, бір уақытты бөлу керек басқа адамдарға көмектесуге. Сол үшін бұл менің мотивациясы. Сонда альтруизм, таза түрде? Альтруизм, мүмкін. Біздің әлемді өзгеру үшін өзінен бастау керек. Осы мен бастадым солай. Ал бұл жерге келетін адамдар негізі кімдер? Мен көріп тұрмын, бір категорияға жатқызу қиын да, әртүрлі жаста, әртүрлі ұлт өкілдері, еркектер де, әйелдер де, олар біріктіретін нәрсе бар ма? Өте қиын айту. Себебі сіз дұрыс айттыңыз, әртүрлі адамдар келеді. Живу в Казахстане с рождения и из уважения к этой стране решила выучить казахский.
есть надобность понимать казахский язык, говорить на казахском языке. Ну и вообще, в принципе, чем больше знать иностранных языков, тем лучше для развития. Изучаю казахский язык для того, чтобы на разговорном уровне его понимать, общаться с людьми. Я вырос сам в Алмате, в Казахстане. Казахский язык нужно изучать всем, кто живет в Казахстане. Даже если нет надобности, то в любом случае нужно как-то поддерживать наших людей, так скажем. Я пенсионерка, свободного времени уйма. Я считаю, что каждый казахстанец должен знать государственный язык. И вот сейчас я с таким превеликим удовольствием хожу на курсы разговорного казахского «Батыл бол». Мен атым Валентин, Сахажабиттен Якутск қаладан келдім. Мына Алматада жұмыс істедемін. Казах ТВ 4-ші ай үйренемін. Ну, я так считаю, что раз я здесь работаю, живу, то я должен этот язык выучить, казахский. И тем более, что для меня, якутским я хорошо владею, поэтому я думаю, что где-то несколько еще месяцев осталось, когда я полноценно смогу заговорить уже. Осы жерде біздің қазақша сөйлей алатын адамдар, қатысушыларымыз отырады. Осы жерде біз еркін қазақша сөйлейміз, көбірек қазақша сөйлеуге тырысамыз, тек қана тәжірибе үшін, практика үшін. И осы жерде біз ойындар ойнаймыз, еркін сөйлейміз, сұрақтар қоямыз. Солай үшін. Мен батыл болға жүргеніме 6 айдай болды. Мен бұрын кішкентай кезімде мен қазақ мектебінде оқыдым, бірақ сосын орыс мектебіне көштім. Сол себепті мен қазір батыл болға барып жүрмін. Және де мен өзім өте қатты патриотпын, и менің ойымша тілсіз ел бола алмайды. Сол себепті мен өз қазақ тілі деңгейімді көтеруге тырысамын. Мен Литвадан келдім. Қазақстанда қазір 2-ші айда тұрам. Қазақ тілі маған негізі жай ғана қазақ тілі емес, қазақтың салт дәстүр, қазақтың тарихы өте қатты ұнады. Сол үшін батыл болға бірінші желтоқсан айда келдім. Подкаст тыңдап жүрмін, кино қараймын, негізі басқа амалмен қазақ тілін үйренемін. Мен не үшін қазақ тілінді үйреніп жатырмын. Егер сен қазаққа оқысамасаң, саған қазақша еркін сөйлеуге 2 есе тиімдірақ. Өйткені жұмыста саған бәрі көріне түседі. Болды. Көп рахмет. 24-ші. Дана, неге отырасың? Екі жасында ыстырған жүрегін жастық жалын басылар маған ие бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін той үстінде тәтті күнде жас жұбайлар шат күліңдер ән салайық би билейік шарықтасын шаттық үнде Алексей, сізге өзіңізге бір-екі жеке сұрақ қойын. Біріншіден, бұл негізі өте бір қызық жағдайда. Көп қазақтар өз тілін ұмытып жатқан кезде сіз басқа ұлт өкілі бола тұра осыншама уақыт, ақша құртып, ешқандай қолдаусыз бұны жасап жүрсіз. Сіздің білуімше тек қана Алматы емес, басқа да қалаларда бар, иә? Енді негізгі сұрақ не үшін бұның барлығы? Не үшін істеп жүрсіз? Мен өз басым түсінбей отырмын да, мысалы, көп қазақ істемей жүрген нәрсені сіз жасап жүрсіз. Соны айтып бере аласыз ба? Шынайы бірақ. Иә, шынымен айтсам, менің ойымша, біздің қоғамдығымызда көп мәселелер бар қазір. Ең маңызды, ең бірінші, біз бір-біріне түсінбейміз. Бізде культурная пропасть бар. Мысалы, барлығы адамдар орыс тілді біледі, бірақ тек қана 50% қазақ тілін біледі. Менің ойымша. И мысалы біз концертте болса, барлығы орыс өлеңдерді ән айтады, и қазақ әндерді
тек қана 50% ән айтады. И біз бір-біріне түсінбейміз, қалжыңдарды түсінбейміз, бір-біріне сөйлей алмаймыз. Бұл өте жаман. Егер болашақта жаман оқиға болса, бұл бізге өте жаман болады, менің ойымша. Сол бізге бір-біріне түсіну қажет. Біз барлығымыз орыс тілді білеміз ғой, и бізге қазақ тілін үйренуге қажет, менің ойымша. Сол үшін біз ешқандай мәселе болса, біз бірлік боламыз, бірге боламыз. Адамдарды біріктіргіңіз келіп жатыр, иә, қазақ тілін үйрету арқылы? Иә, әрине, егер біз бір нация болғымыз келсе, біз бір тілде, бізге бір тілде сөйлеуге қажет, менің ойымша. Ал енді сіз болашақта біреуден қолдау күтесіз бе? Мысалы, үкіметтен немесе бір ақшасы бар адамдардан сізге біреу қолдайды деп күтесіз бе, әлде оны күтпей тек өзіңіз жасай бергіңіз келе ма? Қазір мен демеушілерді іздеп жатырмын. Қазір мен бір компаниямен келісемін. И вообще негізгі мен қоғамдық қорымызды 4 немесе 5 ай бұрын аштым. И қазір мен өзімнің ақшамен төлеймін. И где-то 500 мың теңге төледім. Қазір налоги, салықтар және бухгалтеріміздің жалақысы и вот сондай төлемдер. И вот қазір мен келісемін, егер бәрі жақсы болса, бізде қаржыларымыз болады. И бізге Каспи арқылы көп адамдар көмектесті. Ақша жіберіп жатыр, иә? Иә, ақша жіберіп жатыр. Мысалы, менің ойымша 200 мың теңге жіберді. Бұл өте жақсы көмектесті. Ал достар, естіп отырсыңдар, кім қазақ тілінің дамуына көмектескісі келеді, Алексейдің қорына ақша жіберіңіздер. Қазақ тіліміз дамай берсін. Рахмет сізге осындай үлкен жұмыс атқарып отырғаныңызға. Шын мәнінде қуаныштымын, келіп көргеніме. Атмосферасы бәрі керемет екен. Енді көп қалада ашылып жатыр екенсіздер. Әрі қарай көбейе беріңіздер, үлкейе беріңіздер. Сіздерге алда жолдарыңыз ашық болып тілеймін. Рахмет сізге. Көп рахмет сізге.